Сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз көптің жүрегін жаулаған өте нәзік, тәтті болып шығатын сүтті қыз, орысша айтқанда молочная девочка тортын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жұмыртқамызға сгущенканы құйып аламыз. Ал біздің ұнымыздың үстіне ас содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен сгущенканы біріктіруіміз қажет. Ол үшін біз миксерді пайдаланамыз. Жақсылап миксерменен араластырып, бір қалыпқа келгенше шайқайтын боламыз. Ендігі кезекте біздің ситадан өткен ұнымызды аздаған мөлшерден қоса отыра миксерменен шайқайтын боламыз. Осылай әдемі етіп бір қалыпқа келтіріп алуымыз керек. Мінекей достар, біздің қоспамыз дайын болды. Дәл осылай қоюлануы қажет. Енді біз формамыздың бетіне сұйық майымызды жағып, әдемілеп ысқылап аламыз дағыны. Үстіне осы массамызды белгілі бір мөлшерде құйып отырып, 140 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутқа қойып пісіруіміз қажет. Осылай әрбір формамызға қасықпенен санап қоюымыз қажет. Сол кезде біздің барлық корждарымыз бірдей, бір келкі қалыңдығы да бірдей болып шығады. Сол себепті осылай жаққан кезде өздеріңіз көзбенен 6 немесе 8 ас қасық көлемінде құйып отырып, корждарыңызды бірдей етіп пісіріп алыңыздар. Негізінде бұл молочная девочка торты барлық адамдарға өте қатты ұнайды. Себебі кез келген жастағы үлкен болсын немесе кішілерге берсеңіздер де тым қатты тәтті болып кетпейді. Сол себепті кез келген жастағы қарт қария болсын өте жақсы желінеді. Сол себепті молочная девочка өте сондай сұраныстағы торт десем де болады. Ендігі кезекте екінші вариантты, екінші түрін сіздерге көрсетейін. Осылай пергамент қағазына домалақ етіп форманың көлемінде сызып алып, осылай 6 немесе 8 ас қасық көлемінде құйып, әдемілеп орналастырып, 15 минутқа пешімізге салып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің бірінші коржымыз дайын болды. Бұл корж өте сондай тез пісіп шығады, толығымен піседі. Ендігі мінекей біздің қағазымыздағы корждарымызда шығып жатыр. Достар, барлығын осылай пісіріп алғаннан кейін міндетті түрде коржымызды толығымен суытып алуымыз қажет. Коржымыз суып біткенше біз мына жақта кремін әзірлеуіміз керек. Ол үшін біз сүзбелі ірімшігімізді ең алдыменен құрғақ ыдысымызға, міндетті түрде құрғақ болу керек ыдысымыз. Сол кезде біздің креміміз өте әдемі қалпын ұстайтын болып шығады. Сүзбелі ірімшігімізге сливкиді құйып жақсылап араластырып, оның үстіне сахарная пудра дейді, қант ұнтағын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, біздің креміміз де дайын болды. Өзінің қалпын өте әдемі сақтап тұр. Дәмі деген өте керемет. Өзіме қатты ұнайтын крем осы пломбир кремі десем де болады. Мен тіпті барлық торттарға осыны қолданамын. Енді тортымыздың ең астыңғы бөлігіне осылай кремін орналастырып, аздаған мөлшерден корждарымызды осылай рет-ретімен орналастырып шығамыз. Менде осылай жүрекше формаға жасадым. Рет-ретімен корж және крем осылай орналастырып шығамыз.
арасына осылай мен корждан қалған ұнтақтарды жаңағы блендерге салып езіп алдым да орналастырып ортасына орналастырдым. Сіздер кез келген өздеріңіз қалаған формаға жасасаңыздар болады. Мейлі төртбұрыш болсын, мейлі дөңгелек болсын. Маған осылай жүрекше форма қолыма түскеннен кейін осылай формада жасадым. Бұл өте сондай әдемі торт, өте сондай нәзік, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Үй-іштеріңізді қуантып қойыңыздар. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңызда енді формасын жасайтын боламыз. Ол үшін осылай кремімізді салқындатқыштан шыққан өте сондай салқын болып тұратын кремімізді тортымыздың жан жағына жұқа етіп жағып аламыз алдыменен. Содан кейін барып формасына келтіріп, ең соңында беткі жағына келеміз. Дәл осындай видеодағыдай етіп жасасаңыздар, торттарыңыз өте тез әрі оңай жасалады, ешқандай қиындықсыз. Ендігі кезекте біз бетіне осылай шоколадты ганажды құйып орналастырып аламын. Бұл міндетті емес, достар. Егерде өздеріңіз жай ғана жеміс-жидектермен сәндейтін болсаңыздар, ол да болады. Немесе осылай жай ғана крем түрінде қалдырсаңыздар да болады. Мен тек осылай әдемі формасын, әдемі түс, әдемі рең беру үшін шоколадты ганаш құйдым. Оның да рецептісін, оның да тізімін описанияға жаза кетемін. Өте оңай. Жай ғана екі ғана заттан жасалады. Достар, мінекей менің біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте сондай дәмді, нәзік болып шығады. Үй-іштеріңізді осылай жиі дәмді бәліштерді жасап қуантып қоюды ұмытпаңыздар. Достар, астарыңыз дәмді болсын, және де видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар, себебі алда көптеген рецепттер түсірілетін болады. Және де видеоны Instagram немесе WhatsApp желісі арқылы бір-бірлеріңізге таратуды ұмытпаңыздар. Және қолдау ретінде комментарийге кез келген сұрақтарыңызды қойып, лайк басып, каналыма тіркеліп қойсаңыздар, өте қуанышты болар едім. Достар, астарыңыз тағы да дәмді болсын, және де дәл осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достар, комментарийге кез келген өздеріңіз қалаған және де білмей жүрген торттарыңыз немесе кез келген астарыңыз болса, комментарийге жазып қойсаңыздар болады. Мен міндетті түрде барлығын оқимын және де сол тағамды жасауға тырысамын, достар. Міндетті түрде комментарийге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.